Мгм. Аты жөніңізді, жаңағы қатысу форматы, телефон нөмір. Önce küçücük. Yok, yok. Tamam. Selam. On болып бастай береміз бе? Бастаймыз ба? Ja, бастайық, 10 болып. Құрметті қоғамдық тыңдауларға қатысушылар, қайырлы күн. Қоғамдық тыңдауларды Алтын Алмас акционерлік қоғамдығы Қарағанды облысындағы Ортасай алаңына 3 жылға барлау жоспары бойынша қоршаған ортаға әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін әзірленген материалдар, жобалар, рұқсат етілген шығарындылар нормативтері, қалдықтары басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары бойынша мүдделі жұртшылықтың ашық жиналысы арқылы бастаймыз. Экологиялық кодекстің 70-ші бабының 11-ші тармағына және қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21-ші тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы орган өкілінің төрағалығымен өткізіледі. Мен жергілікті атқарушы органның өкілімін және жиналысқа төрағалық етемін. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес жиналысқа қатысушылар қоғамдық тыңдаулардың хатшысын сайлауын және қоғамдық тыңдаулар регламентін бекітуі қажет. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы болып Керім Даниярды сайлауды ұсынамын. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде сайлау үшін қолдарыңызды көтеріңіздер. Қарсы? Жоқ. Жиналысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен хатшы сайланды. Қоғамдық тыңдауларды өткізудің мынандай регламент ұсынылады. Бірінші, баяндамашының сөз сөйлеу 15 минутқа дейін. Екінші, баяндаманы талқылау, қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау.
қоғамдық тыңдаулар тақырыбы бойынша сұрақтар мен жауаптар әрбір нақты жағдайға байланысты уақыт шектелмейді. Сонылатын уақыт әрбір сұраққа 5 минут. Үшінші, сөз сөйлеу немесе сұрақ қою, ескерту немесе ұсыныс жасау үшін қолыңызды көтеріп, өзіңіздің хаттамаға ұсыну қажет. Сұрақтар, ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың мәні бойынша болуы қажет. Төртінші, қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығару 5 минутқа дейін. Мен регламентті бекітуге дауыс беруді ұсынамын. Қоғамдық тыңдау ережесін бекіту үшін қолдарыңызды көтеріңіздер. Қарсы жоқ. Хаттаманы дайындау үшін бейне және аудио жазба жүргізіліп жатқанын хабарлаймын. Сөз баяндамашыға беріледі. Жақсылықов Сымбатқа. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық қатысушылар. Бүгін талқылайтын тақырыбымыз Алматы социаль қоғамының Қарағанды облысындағы Ортасай ауданында 3 жылға жоспарланған барлау жұмыстары болып табылады. Жұмыстар бойынша қоршаған ортаға әсерін бағалау және экологиялық рұқсат алу мақсатында дайындалған жобалық құжаттаманы таныстыруды бастаймыз. Бұл құжаттарға мыналар кіреді: рұқсат етілген шығарындыларға қатысты міндеттер, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экология бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғауға арналған іс-шаралар жоспары. Осыны талқылаймыз. Қоғамдық тыңдауларды өткізу негіздері. Қазақстан Республикасының экология кодексінің 96 бабына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптама басталғанға дейін немесе жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес өткізіледі. Сонымен қатар мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу қағидаларының 3 тармағының орындау үшін экологиялық кодексінің 87 бабына сәйкес мына объекттер міндетті түрде жатады. Бұл бірінші және екінші санаттағы объектілерді салу немесе пайдалану бойынша жобалық құжаттамалар болып табылады. Кәсіпорын туралы жалпы мәліметтер. Жұмыс субъектісі Алтын акционерлік қоғамы Алтын акционерлік қоғамы қызметінің негізгі бағытында құрамында алтыны бар кенді барлау, өндіру және өңдеу болып табылады. Орналасқан жері Ортасай алаңы Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында Балқаш қаласынан шығысқа қарай 86 шақырым жерде орналасқан және станция агрегаттан 20 шақырым жерде орналасқан. Жоспарланған жұмыстар. Бұл жоба бойынша Ортасай алаңында келесі геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу көзделіп тұр. Бұл келісімшарттық аумақ геологиялық бөлу бойынша бұрыннан белгілі аумақтарды, ауытқуларды мен көріністерді талдау, солтүстік, батыс және оңтүстік шығыс ортасында учаскелерде траншейлер қазылу, тереңдікке дейін, миллиметрге дейін тік және көлбеу шылам ұңғымаларын ірсі бұрғылау, 100 метр тереңдікке дейін өзек ұңғымаларын бұрғылау болып табылады. Бұл жұмыстар С1, С2 санаттарды бойынша кен мен алтын қорларын есептеу үшін қажет болып тұр. Және де солтүстік батыс Ортасай учаскесінде қосымша траншейлер арқылы қарастырылады және де 50 метр тереңдікке дейін ұңғымалар, скважиналар және 40-80 метр тереңдікке дейін ұңғымалар бұрғылайды. Және де далалық жұмыстар, топографиялық, геодезиялық жұмыстар болады, іздеу маршруттары болады, тау-кен жұмыстары, қолмен тазалау және механикаландырылған траншейлар қазылады. Бұрғылау жұмыстары РС әдісімен және ұңғымаларды және барлау кен ұңғымаларын бұрғылау, сынама алу, тау-кен және бұрғылау жұмыстарын геологиялық қамтамасыз ету, тау-кен қазбаларын жою және жерді қалпына келтіру жұмыстары болып табылады. Үлгілерді өңдеу, зертханалық және технологиялық зерттеулер. Кеңсе жұмыстары, камеральной работы, бұл геологиялық есептерді дайындау болып табылады. Жалпы жұмыстың мақсаты қоршаған ортаға әсерді бағалау және бірыңғай экологиялық рұқсат алу болып табылады. Жұмыстарды жүргізу орны. Жаңа кеткенде бұл
Ортосай учаскесі алаңы Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында орналасқан, Балқаш қаласынан 86 шақырым жерде. Мына жерде картаны бағдарлар болса, Иә. кішкене болып шықса, Кішкене. билет көбірек болса деген қызыл ой. Ағай жақтан маған Солтүстік шығысқа қарай, иә. 20 шақырым жерде солтүстік шығысқа қарай болды. Мына жерде Корея, долина ары қарай. Кореяның басында болады мына жерде. Осы жерде бұйырса жобалап отырмыз, осы жерде барлық жұмыстар болады деп, осы жерде. Так, ең жақын өзен ол Тоқырау өзені кен орнынан батысқа қарай 65 шақырым жерде орналасқан. Мына жерге координаталар берілген, географический бәрі жазып тұр, жалпы жаңағы атырау бойынша. Санитарлық қорғау аймағы жұмыс ашқанды есептеу. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің міндетінің атқарушының 2022 жылғы 11 қаңтардағы ДСМ номер 2 бұйрығымен бекітілген адам тіршілік ету ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілердің санитариялық эпидемиологиялық аймақтарына қойылатын талаптар ережесіне сәйкес ортасай алаңы барлау жоспары үшін санитарлық қорғау аймағы 500 метр болады. Рұқсат етілген шығарындылар нормативтері. Енді жұмыс бабымен жүргізілген талдау бойынша жобаны іске асыру кезінде атмосфералық ауаға әсер келесідей болады. Ластаушы заттар шығарындыларының жалпы саны 10 көзден болады. Біреуі ұйымдастырылған, 9-ы ұйымдастырылмаған көздер болады. Источниктер дейміз орысшасы. Бұл көздер 10 түрлі ластаушы заттар шығарады. Атмосфераға шығатын ластаушы заттардың көлемі 2026-28 жылдарында 7,5 тонна жыл сайын шығарындылар болады. Қалдықтар тізбі нормативтері. Жобаны жүзеге асыру нәтижесінде 2026-28 жылдарға өндіріс және тұтыну қалдықтарының қалыптасуы жоспарланған. Оның бір түрі қауіпсіз қалдықтар, екі түрі қауіпті болып табылады. Және де 26-28 жылдарға арналған қалдықтардың жалпы тізбі көлемі алтын 88 жылына тонна болады. Оларда промысловый ветошь, және тұрмыстық қалдықтар, және бұралғыш шлам болады. Сумен жабдықтау технологиялық қажеттіліктер үшін су арнайы мәшинемен жеткізіледі. Ауыз су қажеттіліктері үшін бөтелкедегі су автокөлік арқылы жеткізіледі. Техникалық сумен жабдықтау жұмыс объектілерінің ауданында орналасқан шөл мен кен орнының жинақтаушы тоғанынан жүзеге асырылады. Судың пайдалану мақсаты шаруашылық, ауыз су және өндірістік техникалық сумен жабдықтау. Және 2026-28 жылдарға арналған есептік су тұтыну көлемі, жалпы су тұтыну көлемі 6,887 мың куб болады жылына, шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктерге 0,127 мың болады кубына. Суару және өндірістік техникалық қажеттіліктерге 6,75 мың кубына пайдаланады. Ағынды сулар ағызуы жоқ, және де арнайы герметикалық резервуарға бүкіл ағынды сулар жиналады, және оны кейіннен қысымына алып кетеміз тазартуға. Өндірістік экологиялық бақылау. Өндірістік экологиялық мониторинг өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылады. Бұл жерде енді атмосфералық ауаға әсерді бақылаймыз. Кәсіпорын көздері және санитарлық қорғау аймағында 91 рет бақылап отырамыз. Су ресурстарының әсерді бақылау 91 рет болады. Жер асты жер суларының сынамаларын алып отырамыз. Қалдықтарды мониторингі біз енді бұл тек тұрақты түрде болып қарап отырамыз. Топырақ жамылғысын бақылау бұл жылына 1 рет болады. Өсімдік жамылғысын мониторингі жылына 1 рет, радиационный мониторинг тағы жылына 1 рет болып қарап отырамыз. Атмосфераны қорғау шаралары. Құрғақ және желді ауа райында тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде
шаңды мысалы тозаңданудың алдын алу үшін жол бетін сумен бағаландырмыз. Және де техника жұмысы кезінде бөлінетін газдар мен ауадағы шаңды азайту үшін персоналдың қауіпсіз жұмыс жүргізу нұсқаулықтарын қатаң сақтаймыз. Және де бүкіл техникалар өз уақытымен техосмотр өтіп отырады. Так, жер асты суларын пайдалану кезінде бақылап есептеп отырамыз. Топырақ қорғау шаралары бөлінген аумақты бос жұмыспен, руда, құрылыс және тұрмыстық қоқыс сияқты ластаудан қорғаймыз. Бүкіл қалдықтар арнайы жинағыштарға жинап отырамыз, және де сақтау полигондарына сақтап отырамыз. Бүкіл қалдықтарды біз келісіп жатқан отырамыз мергерушімен 6 айға жеткізбей асырмай ондарын шығарып отырамыз. Басқа санитарлық гигиеналық шаралар. Енді жұмыс бабымен жұмыс далада болған, далада болғаннан кейін қорғау аймағы мен объектінің ықпал ету аймағында біз енді дезинфекция, дезинсекция жасап отырамыз. Жұмыс жерлерінде енді бүкіл жұмысшыларға арнайы киім, арнайы аяқ киім және де басқа жеке қорғаныс құралдарын беріп отырамыз. Қызметкерлерге алдын ала мерзімде медициналық тексеру өткіземіз. Өсімдіктер мен жануарлардың дүниесін қорғау жөніндегі іс-шаралар. Бүкіл техника тек қана жолмен ғана жүреді, айдалада беталбат техникалар жүргізетін болады. Бұл да бізге мысалы өсімдіктер мен жануарларға осындай қорғау іс-шаралар қолданамыз. Жобаны іске асырудың балама нұсқалары және негізгі нұсқаны талдаудың негіздемесі. Бұл жерде енді геологиялық бөлігі бізге мемлекет жер берді ғой, сол жерде ғана жұмыстарды жасаймыз, тек қана сол жерде жұмыстары жасалады. Ешқайда бұл сыртынан ешқайда шықпаймыз, тек қана бөлінген жер бойынша жұмыстар жасалады. Бұл біздің міндетіміз болады. Рахмет, сіздерге сұрақтарыңыз болса. Баяндама үшін рахмет. Баяндаманы талқылауға көшеміз. Ескертеміз, қол көтерулеріңіз қажет. Сөз берілгеннен кейін сізге тұрып өзіңізді таныстыруыңыз қажет. Сұрақ қоямыз. Қыздар, не Сұрақтарыңыз бар ма? Katta sұрақтар жоқ. жоқ? Станция бүгін кешеде бүгін де автобус барып қойылды. Бүгін енді кешегі істер келсе бүгін істерінде үнбеді. Шара қолданып істер қатысын деп. Түсінікті. Сонымен барлық сұрақтар қойылып, сұрақтар болған жоқ. Олар қоғамдық тыңдаулардың қорытындылауға кірісеміз. Құрметті қатысушылар, сіздерге Қарағанды облысындағы Ортасай алаңын 3 жылға барлау жоспары бойынша қоршаған ортаға әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін әзірленген материалдар, жобалар, рұқсат етілген шығарындылар нормативтері, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары құжаттамасы ұсынылды. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың қаралған құжаттар мен тыңдалған баяндамалардың сапасы туралы оларды түсінудің толықтығы мен қолжетімділігі тұрғысынан жалпы пікірін айта аламын. Құжаттар толық және түсінуге қолжетімді болып табылады. Сондай-ақ қоғамдық тыңдаулар өтті деп айта аламын. Және қоғамдық тыңдаулар аяқталды деп жариялаймын. Барлықтарыңызға қатысқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.